Қайырлы күн оқырмандарым, сіздермен бірге Арайлым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сникерс пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Сникерс шоколадын бәріміз ұнататын шығармыз. Дәл сол шоколадтың баламасы ретінде пирогты жасасаңыздар, көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бізге бір жұмыртқа, қант және жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Үшеуін венчиктің көмегімен немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне құрғақ заттарымызды електен өткізіп қосамыз. Құрғақ заттарымыз дегеніміз ұн, қопсытқыш разрыхитель және какао. Бірден барлығын електен өткізіп, үстіне қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Барлық пайдаланған заттарымның өлшемін видеоның астында описанияда жазып кетемін. Міне осындай қамыр бізде пайда болды. Дайын қамырымды екіге бөліп алып, үлкендеу бөлігін пирогымның астына жіберемін. Қолымның көмегіменен формаға толықтай жайып шығамыз. Формамның көлемі 26 сантиметр. Астына пергамент қағазын төсеп алдым. Пергамент қағазы болмаса, формаңыз толықтай майлап алсаңыздар да болады. Екінші жартысынан қамырдың үзіп алып, жан-жағына жабыстырып шықтым, яғни бортигін әзірледім. Артынша қасықтың көмегіменен тегістеп алдым формамды. Ортасына салмасын әзірлегенше, осы дайын тұрған формамды тоңазытқышқа, холодильникке қоя тұрамын. Менде кішкене қамыр қалды. Ол қамырды мен мұздатқышқа сала тұрамын. Салмасына мен вареная сгущенка және жер жаңғағы арахисті пайдаландым. Екеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Варенкаңыздың сапасы жақсы болу керек. Өйткені пирогыңыз піскен кезде езіліп кетуі мүмкін, ағып кетуі мүмкін. Тоңазытқышта тұрған қамырымды алып, шанышқының көмегімен әрбір жерден тесіп шығамын. Біркелкі піседі сол кезде біздің пирогымыз. Енді ортасына салмасын саламын. Салмамызды толықтай қасықтың көмегімен жайып шығуымыз қажет. Толық жайып алғаннан кейін мұздатқышта тұрған қамырымды алып, үккіштің көмегімен бетіне сеуіп шығамын. Дайын болған пирогымды қызып тұрған пешке 180 градустағы пешіме 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды міндетті түрде суығаннан кейін бірақ формасынан ажыратамыз дағы, бетіне шоколад пен сары майды ерітіп, су моншасында немесе микроволновкада ерітіп, үстіне арахисті қосып, жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне құямыз. Қасықтың көмегімен немесе қалақшаның көмегімен толықтай жайып шығып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Бетіндегі кремі толықтай кебуі қажет. Мінекей 2 сағат уақыт өтті. Пирогымыз осындай болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сіздерге осы пирогты жасауға кеңес беремін. Бір жасасаңыздар, үнемі жасап тұратын боласыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Арайлым. Ас болсын, тәтті дәмді рецептерде кездескенше.